Әр ұлтты ерекшелеп тұратын тілі, салт дәстүрі және ұлттық киімі. Осыдан біршама уақыт бұрын қазақтың ұлттық киімін тек қана Наурыз мерекесі қарсаңында іздей бастасақ, қазір күнделікті киіп жүруге ыңғайлы шапандар сәнге айнала бастады. Осы ұлттық ата дәстүрді жаңғыртып, бүгінгі ұрпаққа дәріптеп жүрген қолөнер шебері Ұлжан ханымның шеберханасына арнайы келдік. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз, өзіңіз жайында айтып берсеңіз. Менің аты жөнім Айдилаева Ұлжан Байзаққызы. Жасым 39-да. Мамандығым киім дизайнері. Өз күшіммен оқып, бітіріп, өз мамандығымды мен жұмыс жасап жатырмын. 5 балам бар. Қазіргі таңда өзіміздің осы кішігірім цехымыз бар. Оға дейін үйде өзім баламен отырып киім тігіп солай бастадық. Қазіргі таңда міне уже үлкенірек қып осындай цехта жұмыс жасап жатырмыз. Алдымызда 6-7 кісі болып жұмыс жасаймыз. Үлкен заказдармен және ұлттық киімдерді дәріптеп, көбінде ұлттық киімдерді қазіргі заманға сай етіп тігіп жатырмыз. Өзім кішкентайымнан сол дизайнер болғым келді. Кішкентайымнан сол өзім жан-жағыма қарап, осы ұлттық киімді неге болашақта барлық адамдар киіп жүрмеске деген ой болатын. Шынымен де өз киімімді тігіп бастап жүргенде тек ұлттық киімнен бастадым. Ол уақытта ешкім киіп жүрмейтін, тек Наурызға ғана тапсырыс беретін. Қазір міне кішкентай баладан үлкен әжеге дейін қазақша киім киеді. Сіздердің шапандарыңызды атақты адамдардан кімді көре аламыз? Атақты адамдардан мысалы Бағлан Абдраимов. Белгілі әнші Бағлан Абдраимов студияда. Қарақат Әбілдина. Бүгін біздің студиямызда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина. Және де кішкентай болса да Инстаграмда 500 Шанель необычный сондай несінен. Одан кейін Сара Тоқтамысова тоже алды. Және Лондоннан Мисс Каусар. Мисс Каусар хабары. Кішкентай қыз бар ғой, ағылшын тілін жүргізеді. Сол қызға тіктік. Бізден қалайсам ескен постоянный үнемі бізбен жұмыс жасайды. Және де Меруерт Жарасбаева. Сіздермен бірге әдеттегідей таңғы жаттығу айдары. Нұрсәуле Майдың директоры Астанада. Ол кісі постоянный біздің шапанда алады. Бізбен таныды. Мен өзімді білгелі, мен оқуға түскелі, мен осы саламен айналысып келем. Сонда бір 20 жылдан емес, 20 жылдай болған шығар бастағаным. Бұл сіздерде отбасылық кәсіп пе? Отбасылық деп айтуға болады. Себебі жолдасымда көмектеседі, жолдасымда осы бірге жұмыс жасайды. Барлық оюларды, суреттерді сол кісі салады. Жанымда жүріп көмектесе келе, ол кісі де үйреніп жұмыс істеп кетті. Неге вешалка кеп қойды деген. Бұл кәсіп қалай отбасылық кәсіппен алды? Сол жайында айтыңыз. Осыдан 8-9 жыл алдын үйде баламен отырып кәсібімізді тапсырысқа тігіп бастадық. Сол уақыттарда үлгермей мен жолдасыма көмектесші деп айтып отырып, жолдасымда білмеппін, жолдасым өнерлі екенін. Ол бас киім таспен жасай бастады, көмектесе бастады. Сосын қызым биыл бірінші курс киім дизайнеріне грантқа, шабытқа оқуға түсті. Бірінші курсты бітірді. Ол да киім дизайнері. Ол да біздің немізге көмектесе жүре араласып кетті.
балалар да қолдап. Сонымен біздің отбасылық кәсібімізге айналды. Жолдасым басқа жұмыстарын тастап, қазір бірге жұмыс жасаймыз. Екеуміз жанында көмектесіп жүреді. Оның мамандығы инженер-технолог, политехті бітірген. Бірақ ол мамандығымен жұмыс жасамады. Осы отбасылық немен киім жағынан көмектесіп, сонымен жасап келе жатырмыз. Ол кісі де жақсы сурет салады, жақсы нелерді компьютермен бәрін игеріп кетті. Бір жағадан қол, бір жағадан жек. Иә, солай шығардық. Бір адам менің осындай немді қолдап, олар да қосылып, қазір бір отбасы, бірақ осындай өнерлі отбасы болдық. Қазір біз жаңадан мектеп ашылып жатыр. Сол мектептің барлық мектепке киетін формаларын қазақи оюлармен формасын шығарып жатырмыз. Ұлттық нақышта, киімдерін, мұғалімдердің киімдерін, мектепте киетін және балалардың киімдерін жасап жатырмыз. Көп. Мынау не қалай түсіндіріп кетесіз? Мына балалардың костюмдері осылай дайындалып жатыр қазір тігуге. Өлшемдері арнайы алып, мына ұлттық өздерінің логотиптерімен, оюлармен, шаңырақ, бүркіт, өзінің әр мектептің өзінің логотипі бар, өздеріне арнайы салынған. Сол бойынша жасалып жатыр. Енді болашақта ойлаймын, мектептің киімдерінің барлығы ұлттық болады деп. Өте әдемі екен. Бұл саланың қиындығы мен қызығы жайында айтып кетсеңіз бізге. Қиындығы енді оңай емес әрине. Әрбір адамның көңілінен шығу. Бір адам, әртүрлі адамдар кездеседі. Олардың сұранысын соған келтіріп беру өте қиын. Бірақ біз сонда да шешімін табып, әрбір адамға сыйластықпен қарап, соның талабын орындауға тырысамыз. Ал өзіңіздің ең алғашқы бастамаларыңыз есіңізде ме? Қандай әсерде болдыңыз сол кездерде? Ең алғашқы қорқыныш болды. Өте бірінші киімдерін тігіп жатқанда мен қорқатынмын. Қандай өнім тіктіңіз ең басында? Ең басында... Шапан тіктіңіз? Жоқ, шапан емес. Ең басында бірінші киім бастадым, яғни детский балалар киімнен бастадым. Өзім балалардың көп балалы ана болғандықтан мен қыздарым әдемі киім жүрген қалайтын. Сосын ерекше киімдерді соларға тігіп бастадым. Содан адамдар бір-бірінен көріп, солай тапсырыс бере бастады. Себебі ол ұнады көп адамға. Баланың киімдерінде қазақша оюмен? Қазақша оюмен. Бірінші атымен шығарып, детский спортивкалар, қазақша спортивкалар шығардым. Бірінші соны шығарған кезінде біз таңға дейін телефонда ответ жазып отырдық, жауап жазып отырдық. Бүкіл Қазақстаннан заказ берді. Бір шапан жасауға қанша уақыт кетеді сізде? Бізде әртүрлі вышивкасына, оюына қарай, кейбір мысалы біз кеше ұзату жібердік, оны біз 1 ай тіктік ол ұзатуды. Себебі оюы көп болды, уақыт өте көп кетті. Ал кейбір киімдер болады, 1 күнде бітетін. Қиындығына қарай. Оңай, тез бітетіндері бар. Солай уақытты есептелінеді. Матаны қалай таңдайсыздар? Матаны енді әр үлгіге сай таңдаймыз, және денеге жағымдысын, сапалысын таңдаймыз. Қазіргі таңда ең сәнді, қазір барқыт дейді, натуральный барқыт, онымен жұмыс жасау өте қиын. Біз солармен де жұмыс жасаймыз сондай. Бұдан да үлкейтіп, кеңейткілеріңіз келе ме? Әрине. Ол үшін әрине бірінші қаражат жетіспейді. Ол үлкен нені ашу үшін. Бірақ біз жайлап қадаммен мақсатымызға жетіп келеміз. Осы жерде, осындай жерде жұмыс істеуде, осы өзіміздің 2 кабинет ашуда біздің арманымыз болған. Ол да міне жайлап орындалып келе жатыр. Бұйырса, ол үлкен өзіміздің Қарағандыда үлкен сән үйін ашқымыз келеді. Кәдімгі модный сән үйін, сәнді. Соған жетуге әрекет етеміз. Алла қаласа, бұйыртса. Орамалдарды өздеріңіз жасайсыз? Өзіміз жасаймыз. Оюлардың барлығын басасыздар ма сонда? Осындай жоқ, біз арнайы фабрикаларға өзіміздің дизайнмен тапсырыс береміз. Мата шығаратын
фабрикалар бізге шығарады осылай. А суретін біз өзіміз саламыз барлығын. Эскизін бересіздер, олардан. Эскизін береміз, өзіміздің принттерімізді береміз. Иә, өзіміздің немізбен осылай жасап шығарамыз. Бұл жас келіншектерге арналған. Және қыздарға да қазір айтады, вандамка дейді, оны модный. Солай тақса да болады. Әртүрлі түстері бар, маталары бар, маталармен бірге көрсету керек еді. Ал өзіміздің отандық шикізатты таңдайсыздар ма? Отандық маталардан, Иә, енді бұл істейміз. Бұл енді отандық деп есептелінеді ғой, себебі өзіміздің шығарып жатқан, қалай айтсам екен, өзіміздің ішінде қазақтың қызғалдағы бар, оюы бар, өзіміздің жаңа қазақтың элементтерін тастамай, әзіргі заманға сай етіп шығарып жатырмыз. Алда қойған қандай мақсаттарыңыз бар? Алда қойған мақсатымыз өзіміздің мектебімізді ашқымыз келеді. Балаларды, үлкендерді оқытатын мектеп ашқымыз келеді. Қазақ тілінде дизайнерлік оқу қазақ тілінде өткізіп ашқымыз келеді. Себебі қазақ тілінде жоқ десем де болады. Барлығы швейный курс мысалы болады, орысша барлығы. А мен қазақ тілде сондай дизайнерлер қазақ тілдегі өз мектебімізді ашқымыз келеді. Сұраныс қаншалықты жоғары? Өте жоғары. Бізде бір ай алдын бізде тапсырыс беріп қояды. Бір ай алдын біз алдын ала бізде жаңағы толық болады заказ. Үлкен жаңағы компаниялармен жұмыс істейсіздер ме? Үлкен ұйымдармен? Иә, бізде компанияларда бар, бізбен жұмыс жасайтын. Мысалы, жаңағы медакадемия, солардың ұлттық киімдерін тігеміз, мектептер, университеттер, және де басқа қалалардан да беріп жатады. Олар енді арнайы тапсырыстар. Кәсібіңіз отбасын асырауға жете ме? Шүкір Аллаға жетеді. Мемлекет тарапынан қандай да қолдау көрсетіле ме сіздерге? Иә, қолдау мемлекеттен мен грантты алдық біз. Осыдан 2 жыл алдым. Сол грант көмек берді. Және де мемлекеттің әртүрлі бағдарламаларына қатысып отырамын. Бұл салада маман тапшылығы сезіле ме? Сезіледі, өте тапшы. Көбісі қиын, бұл жұмыс енді өте қиын ғой, оңай емес. Сондай қиындыққа тек қана арманы бар адамдар ғана келеді. Сіз өзіңіз оқытасыз ба? Өзіңізге келген қызметкерлерге? Өзіме келген кісілердің барлығын үйретемін. Еш нәрсені жасырып үйретіп, сөйтіп осы жерден жаңа опыт алып, солай жұмыс жасап келеді. Менімен бірге жұмыс жасап келе жатқан 10 жылдай болғанда кісілер бар. Бірге жұмыс жасаймыз.